Ал Шамшагүл жише, сіз бүгіннен бастап өзгеріңіз жише. Анау қазақта бар ғой, қолың ұзарып, тілің қысқарып дейді ғой. Точно екен ғой. Келін алып қолың ұзарды деген сөз, бүгіннен бастап іштеңе істемейсіз ғой. Бірдеңе істеймін десеңіз, келініңіз мама мен істей салам, мама мен жуа салам, мама мен тазалай салам, мама мен сүрте салам деп. В общем, бүгіннен бастап келініңізді мамалатасыз ғой жише, Құдай қаласа. Тілің қысқарды деген сөз, сіз Есен аға қалай сөйлесеңіз, Есен ағаға, келініңіз балаңызға тура солай сөйлейді жише. Так что бүгіннен бастап өзгеріңіз. Тек қана ағама, отағасы, өмірімнің мәні, әппағым деп қойыңыз. Сол кезде көкесіз, е-мое, мына кімнің қатыны деп шок болып қаласыз, Құдай қаласа. Ал Тастик, енді Тастик інім ғой. Өз кішкентай кезінен Тастиктен мен көп сұрайтымын, Тастик өскен кезде кім боласың деп. Сол кезде есіңде ме Тастик, сен мен сатирик болам деушің ғой, есіңде ме? Енді сатирик болмаса да соған жақын мінеке поэзияға, әнге жақын жігіт болды. Бірақ ауыз сөз. Қазақ өлеңдері, өзбек өлеңдері, қырғыз көп қой, жалпы әр ұлттың керемет өлеңдері бар. Құдайдан қайтсын. Тастик, сен күн болсаң, аяулым мына шуағында жайқалып тұрған гүл. Күн шуағын шашқан сайын гүл құлпыра береді. Соны ұмытпа. Туу туралы куәліктерің көп, неке туралы куәліктерің біреу-ақ болсын. В общем, дүние алтын сандық ашылмайды, ішінен інжу маржан шашылмайды. Дүниенің төрт бұрышын шарласаң да, екі жақсы бір жерге қосылмайды екен ғой. Мен өзім куә болып жүрмін, қасымда әйелім бар, білем. Іштен етпей жазым ғой, ондай болады. Біріңнің кемшілігіңді бірің толықтырып бақытты болыңдар, Құдай қаласа. Әумин. Қабыл болсын ағайындар.